ошшок деген затпен сен таныстырғалы отырмын, иә? Мына қолымдағы ошшок деген зат, иә? Ошшок деген бұл ағаштан жасалады, сүйектен жасалады, иә? Көне кезде әжелерім жасаған. Мына жерде жіпті толтырып ұстайтын өзінің сақина ағашы болады, сосын мына жерде жіпті ілетін иірек болады, сонда жіпті ілетін ілмешегі болады. Мынау ошшоктың сабы. Бұл ошшокпен не істейміз біздер? Бұл ошшокпен біздер жаңағы жүннен жіп жасаймыз. Ол жіптен неше түрлі заттар тоқимыз, мысалы қолғап болсын, нәски болсын, жакет болсын, басқа тағатын әжелеріміздің шәлі деп айтады ғой, бұда ұмытып қарады. Иіруді үйретейін бе? Иіруді үйреткенмен мына саусаққа мына ошшокты мына ұстайсың ба? Шүйке деп аталады. Бұл шүйкені жаңағы мынсекті қолын өзіне қарай, мана мен сияқты өзіне қарай, қарашы, қарап жүрші. Сосын бұл жерде ұстады, ұршығымды мен сияқты дейінші. Жүннен неше түрлі заттар жасалады дейді. Қысқаша жаңағы жүйенің ұзын қылшықты жүндері болады. Оны жаңағы шуда деп айтамыз, ұзын жүндер. Сол шудадан біздер қазақта жаңағы арқан есеміз, жаңағы сиыр малына бәс жібесеміз, мынау қолдан есілген түрі, қара. Сұршы, мынау есілген түрі, мына қолмен есеміз. Бұл да жаңа ұмытылып барады. Сосын екінші мысалы қол өнерге, тоқыма тоқу дегенде мысалы бұда қол өнерге жатады. Мына мысалы біреумен тоқылады. Бұдан мен не тоқып жатырмын? Мысалы бұдан мен мынадай басқа киетін, көрсетейін, басқа киетін мынадай қалпақ тоқып жатырмын.